Мағди қате жасамайды, қателеспейді. Өйткені өзіне көрінбейтін бір періште шабыт беріп, оны әрқашан дұрысқа, ақиқатқа бағыттайды. Демек, Хазіреті Мағди алейхиссалам осы шабыт арқасында керек болса қызмет көрсету әдісінде, керек болса беретін Құран ақиқаттары сабағында жаңылмас, адаспас жүрекке, қателеспес сөзге ие. Оның адастырмайтын сезімі де осы шабыттың жемісі. Адамдарға көмектеседі, әлсіздерді күшейтеді, қонақ күтеді. Кедейлерді тамақтандырып тойдырады. Айтқанын жасайды, білгенін айтады, көргенін біледі. Ұрпағынан келетін Мағди Алланың халифы. Залымдардың көзін жояды. Исламды аяқта ұстайды. Исламға жаңа тыныс береді. Исламға келмеймін дегенді өлтіреді. Хазіреті Мағди алейхиссалам дінді тура Алланың елшісінің алейхиссалам заманындағыдай жүзеге асырады. Таза және шынайы діннен басқа ешқандай мазхаб қалмайды. Мазхабтарды жоқ қылады. Дұшпандары фикх ғалымдары болады. Ешқандай діни мәселеде дау қалмайды. Оның, Мағдидің шығуына ең қатты қуанатын Куфа халқы. Хазіреті Мағди алейхиссаламның ілімі. Хазіреті Мағди алейхиссалам білімінің жоғарылығымен көзге түседі, ерекшеленеді. Бір хадисте білдірілгеніне қарай, ол Махиба-и илахия, Алланың сый ретінде өзіне даналық, яғни ілім сыйға тартылған, берілген ықпалы кең біреу. Китабун Нихаяда, хадис кітабы, айтылғанына қарай, ілім мен ізеттілік оның сәні болады. Ол ақыр заманның ең қорқынышты кезеңінде өте маңызды бір қызметпен жауапты болып жіберіледі. Сол үшін де бұл іліміне ғажайып тылсым бір түрде жетеді. Бұны Аллах оны бір түнде түзейді. Және Алла Мағдиға бір түнде кемел түрде хидаят береді. Кітаптарда Хазіреті Мағди алейхиссаламның эсрари хуруф, яғни джифр және абжат ғылымын, жаратылыстану ғылымдарын білетіні де баяндалады. Хазіреті Мағди алейхиссаламның танылатын белгілері. Мағди алейхиссаламның төбесінде бір бұлт пайда болады. Бұлттың үстінде бір хабаршы періште айғайлайды. Және бұл дауысты бәрі естиді. Хабаршы бұлттың астындағы Мағди алейхиссаламның қолын ұстап тұрып, оған мойын сұнады. Және айғаймен, міне Алланың халифы Мағди осы адам. Дереу оған мойын сұныңдар дейді. Алла өзінің құдіреті мен қуатының ізін оның бойында көрсетіп, әлемге исламды жаюын әмір етеді. Ширк пен күпірді жойғызады. Пайғамбарымыз алейхиссаламның мүбәрәк жейдесі, мүбәрәк қылышы және мүбәрәк туы барқыт матадан, қара барқыттан жасалған Хазіреті Мағди алейхиссаламның жанында болады. Хазіреті Мағди алейхиссалам келгенге дейін пайғамбарымыздың алейхиссалам мүбәрәк туы орнынан шықпайды, қозғалмайды. Және дәл қазір тудың қайда екенін ешкім білмейді. Хазіреті Мағди алейхиссалам құп-құрғақ бір отынды құп-құрғақ бір топыраққа көмгенінде ол отыннан жапырақ шығады. Адамдар Хазіреті Мағди алейхиссаламға мойынсұнуға келгендерінде Алланың халифы екеніңді дәлелдеуің үшін бізге бір аят, бір ғажап көрсет дейді. Хазіреті Мағди алейхиссалам да
мүбәрак қолын аспанда ұшып жүрген құсқа қарай созады. Құс дәл сол кезде қолына құлап түседі. Хазіреті Мағди алейхиссаламның Меккеде шыққанын және оған мойын сұнылғанын естіген кәпірлер мен мұнафықтар соңдары келеді деп қорыққанынан өте дәу қарулы әскер жинайды. Мединадан Меккеге қарай бара жатқанда ол әскерлерді көрген бір бедуин әйел былай айтады: өмірімде мынадай көп әскер көрмеппін. Шаңды бұлттан ештеңе көрінбейді. Бедуин әйел сүт саууға барып келгеннен кейін қараса, мыңдаған адамдық әскерден ешкім қалмаған. Әйел таң қалып айналасындағы адамдардан да сұрайды. Бірақ әскерді көрген ешкім жоқ. Өйткені Алла шөлдің ортасында үлкен бір шұңқыр ашып, бүкіл әскерді жердің түбіне көмген. Және әскерден кішкентайда болсын із қалмайды. Көктен, аспаннан бір хабаршының дауысы шығады. Ей адамдар, Алла бүгіннен кейін залымдардың, тирандардың, бұзақылардың, мұнафықтардың, екіжүзділердің, алаяқтардың, кәпірлердің және оларды қолдайтындардың күшін, қуатын, елін, ынтасын, даңқын, ұлылығын жояды. Бұдан кейін әлемде дінсіз, алаяқ, мұнафық біреу билік жүргізе алмайды. Әй адамдар, Алла сендерге Хазіреті Мұхаммедтің алейхиссалам үмметінің ең хайырлысын, аты Абдуллах ұлы Мұхаммед болатын Хазіреті Мағди алейхиссаламды басшы қылды. Әй адамдар, тезірек жиналыңдар, тездетіңдер. Хазіреті Мағди алейхиссалам Меккеде шықты, пайда болды. Міне, хидаятқа жеткен және хидаятқа жеткізетін Хазіреті Мағди алейхиссалам осы. Хазіреті Али радиаллаху анхудың түсіндіруінше, Қағбаның ішінде қазына бар. Алла Хазіреті Мағди алейхиссаламға рұқсат береді. Ол да қазынаны шығарады. Жер бетіндегі ширкті жоя алу үшін бәрін Алла жолында қолданады. Хазіреті Мұса алейхиссаламның сәлдесі, аяқ киімі және Таурат шарифтің тақтайлары бар Мұса пайғамбардың мазары Антакия үңгірлерінде жасырын. Хазіреті Мағди алейхиссалам Мұса пайғамбардың мазарын Антакия үңгірінен шығарады. Мазар көшіріліп Хазіреті Мағди алейхиссаламның алдына әкелінеді. Хазіреті Мағди алейхиссалам сол кезде Әл-Ақсада имам болады. Бұны көрген яхудилердің бәрі мұсылман болады. Аз бір бөлшегі жоққа шығаруды жалғастырады. Иран уәлаяты Хорасаннан қара ту ұстаған әскерлер Мағди алейхиссаламға мойынсынады. Сосын өздері көп әскер болып, Хазіреті Мағди алейхиссаламға жәрдемге көмекке келеді. Хазіреті Мағди алейхиссаламда пайғамбарымызда алейхиссалам болғаны сияқты пайғамбарлық мөрі болады. Хазіреті Мағди алейхиссалам түріктердің арасынан шығады. Бірнеше хадис кітаптарымен бірге Хакимнің Мустадракында хадис кітаптарында жазылған Бұхари мен Муслимнің шарттарға сәйкес келеді деп есептейтін бір хадисте былай делінген: қара ту ұстағандар деп сипатталған бұл қауымның қаһармандық қасиеттеріне назар аударылады. Қазыналарыңыздың жанында 3 кісі соғысады. Үшеуі де халифтің балалары, бірақ ешқайсысы халиф бола алмайды. Сосын шығыс жақтан бірнеше қара ту ұстағандар шығады. Және бұндай соғысты бірде-бір тайпа жасамағанындай соғысады. Пайғамбарымыз алейхиссалам осыдан кейін тағы біраз нәрселер айтты. Есімде қалмады. Жалғастырып былай дейді: сендер бұл қара ту ұстағандармен келген адамды көргендеріңде
қардың үстінде еңбектеп, жорғалап та болса барып, оған мойынсұныңдар. Себебі ол Алланың халифы Мағди. Тағы бір хадис кітабында, Китабун Нихая орын алатын риуаятта болса, Хазіреті Мағди алейхиссаламның осы қара ту ұстағандармен расталатыны және оған келісетіні жазылған. Саид Ахмед Хусамеддиннің болжам жазылған кітабында Мағди алейхиссаламның туылатын жеріне байланысты мынадай жазу бар. Мұсылмандардан бір адам келеді. Бұл адамның абыройы Кавказдың ең ұлы тауынан айналаға күннің нұрындай, шуағындай жарқырайды, нұр шашады. Осының бәрі Хазіреті Мағди алейхиссаламның қарқынды әрекеттерін түріктер арасында жүргізетінін көрсетеді. 40 жасына дейін Мағди екенін білмейді. Алла бір түнде бүкіл билікті, ілімді және қуатты береді. 40 жасынан кейін Мағдилік қасиеті беріледі. 5, 7, 9 немесе 40 жыл әлемде билік етеді. Ғалымдардың тұжырымы бойынша 80 жасында қайтыс болады. Ең жақсысын Алла біледі. Ең дұрысын Алла біледі.